Қайырлы күн достар, бүгін арнамда өте ерекше хамир хасиб деп аталатын ыстық тағамның рецептісін көретін боласыздар. Алдымен қамырын дайындау үшін ыдысымызға су, тұз, жұмыртқаның жарты бөлігін ғана салып араластырып аламыз. Содан соң ұнды аз-аздан қоса отырып, алдымен араластырып және де жұмсақ қамыр илеп даярлап аламыз. Қамырды өте жақсылап дайындап алдым. Енді бетін жауып, бөлме температурасында салмасын даяр болғанша тындырып қоямыз. Келесі кезекте салмасын дайындау үшін фарш, жуа және де алдын ала күрішті пісіріп алдым. Күріш қосамыз және сәбіздің шамалы бөлігін салсаңыздар болады. Дәміне қарай дәмдеуіштерін қосып араластырып аламыз. Міне салмасы дайын, өте тез дайындалады бұл тағам. Келесі кезекте қолымызбен қамырды тығыздап илеп аламыз. Жақсылап қолымызбен басып, қамырымызды жұқалап оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Міне қамырымыз да дайын. Қамырды бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Үлкендеу етіп бөлсеңіздер жасағанда ыңғайлы болады. Қамырды дәл мантыға илегендей етіп илесеңіздер болады. Қамырға салмасын салып шығамыз және де орап аламыз. Бірінші қамырымызды басынан жауып, екі жанынан жауып, орап аламыз. Барлық бөлігін дәл солай дайындап шығамыз. Барлығын жасап даярлап алдым және де мантаваркаға суымды қойып қыздырып қойдым. Мантаваркада 40-45 минуттай жұмсарғанша пісіреміз. Содан соң тавамызға сары май, помидор, жуа және сәбізді салып араластырып аламыз. Бұл бізге подливке қажет болады. Дәміне қарай тұз, бұрыш салып жіберсеңіздер де болады. Үстіне суын құйып, крышкасын жауып, жұмсарғанша пісіріп аламыз. Міне хамир хасиб та дайын болды. Өте ерекше әрі өте әдемі ыстық тағам. Сіздер де осы рецептімен міндетті түрде жасап көріңіздер.